Жас маманның өмірінде алғашқы мектептегі күні, алғашқы сабағы өте ыстық болады. Себебі өзінің өміріндегі ең алғашқы оқушыларына алғашқы сабағы ол үшін өте маңызды. Бүгінгі бөлімде жас маманның алғашқы сабағында қандай іс-әрекеттер болу керек, қандай іс-әрекеттерді жасамау керек туралы сіздерге кеңес беретін боламын. Жас маман, ең алғашқы кеңес сізге: ешқашан қоңырауда кешігіп сабағыңызға кірмеңіз. Себебі сіз өзіңіз кешігіп жүрсеңіз, сабаққа кірген оқушылар сізден үлгі алады да, кейін сабақта кешігіп жүреді. Және де ол оқушыға сіз кешікпе деп айту үшін өзіңіз бірінші кешігіп келдіңіз. Ең бірінші сіздің келбетіңіз, сөйлеуіңіз қалай болады? Оқушылар жыл соңына дейін сізді солай қабылдайтын болады. Алғашқысында сіз алғашқы әсермен жақсы көрінетін болсаңыз, онда оқушылар жыл соңына дейін сіздің сөзіңізді екі етпей, тапсырмаларыңызды орындап, және де үлгілі оқушылар болады. Кабинетке алғаш кіргеннен бастап сіздің сөз саптауыңыз нақты, тиянақты және де дұрыс болу керек. Оқушыларға өзіңізді жақсы жағыңыздан көрсетіңіз. Күлімдеп кіріңіз, амандасыңыз, және де үсті басыңыз таза, және де киіміңіз үтіктеулі, мектеп формасына сай болғаны абзал. Келесі, оқушылардың атын жаттап алыңыз. Егер жаттай алмасаңыз, әр оқушыға жіті назар аударыңыз. Ол оқушылар атын қате айтқан сайын сізді күлкіге айландырады, және де сіздің абыройыңыз ақырындап түсе береді. Сол үшін бір-екі айтылған кезде сол жерде әдіс тәсілдер, ойындар арқылы оқушылардың аттарын бірнеше рет айтқызып, және де өзіңізде сол ойынға қатысып, сол арқылы оқушылардың атын жаттап алсаңыз болады. Келесі, оқушыларға бірдей қараңыз. Әр сыныпта түрлі оқушылар болады. Әрқайсысы, біреуі белгілі бір сабаққа бейім болады, кейбіреулер сурет салуға, кейбіреуі математикаға, кейбіреуі қазақ тіліне, кейбіреуі ағылшын тіліне, кейбіреуі географияға әуес болады. Ол оқушыларды сіздің сабағыңыздан төмен оқиды екен деп еңсесін түсіріп, бағасын төмендетпегеніңіз абзал. Себебі әр оқушымен әр түрлі жұмыс жасауға болады. Келесі, оқушыларды бөлмеңіз, барлығына бірдей қараңыз. Сол кезде кейбір оқушылар болады, белсенді оқушылар болады, орта және де өздері ішке тұйық оқушылар болады. Әрқайсысымен әр түрлі бағытта жұмыс жасаңыз. Кейбір оқушыларға жеке тапсырма беріңіз, кейбір көшбасшы оқушыларға топ бойынша тапсырмамен жұмыс жасатыңыз. Оқушыларға сабақ түсіндірген кезде нақты, дәл сөйлеуге тырысыңыз. Оқушыларға жаңа тақырып түсіндірген кезде әр түрлі формада түсіндіруге тырысыңыз. Сол кезде сіздің жан-жақтылығыңыз екеніңізді біледі де, оқушылар қызыға қарайды. Алғашқы сабағыңызда оқушылармен барынша шыншыл, ашық және де нақты сөйлесуге тырысыңыз. Себебі сіз кейін тапсырма берген кезде оқушылар сізге ашық, нақты жауап беруге тырысады. Сіз өзіңіз қандайсыз, оқушыларыңызды сізге ұқсайтын болады. Сабағыңызды барынша түрлі әдіс тәсілдермен қолдануға тырысыңыз. Ол әдіс тәсілдерді әріптестеріңізден сұрасаңыз болады. Олар сізге қуана-қуана көмектесетініне мен сенімдімін. Тәжірибелі ұстаздардан өзіңіз әдіс тәсілдерді үйренетін болсаңыз, кейін сіз оқушыларыңызға сол әдіс тәсілдерді қолданатын болсаңыз, сізді жақсы қабылдайтынына сенімдімін. Жас педагог алғашқы сабақтарыңызда оқушымен танысқан кезде барынша оларды бөлмеуге тырысыңыз. Олардың жақсы қасиеттерін айтып, олармен бірге дос болып кетуге тырысыңыз. Кейін ол сізге сіздің сабағыңыздан жоғары нәтиже көрсететініне сол арқылы дәлел бола аламын. Сондай-ақ сабақ кезінде бейәдеп сөздер қолданбаңыз, және де әзілді орнымен пайдаланыңыз. Оқушылардың түр-келбетіне байланысты, олардың отбасы жағдайларына байланысты мейлінше категорически оларға әзіл айтпаңыз. Олардың жақсы жақтарымен оларға әзіл айтатын болсаңыз, оларға өтімді болады және сізге дос ретінде қарайтын болады. Ал жас педагог, осымен бүгінгі бөлім алғашқы сабақ туралы болған болатын. Келесі бөлімде сабақта қолданатын әдіс тәсілдер туралы кеңес беретін боламын.